Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге хит болып жүрген сатылымдағы муравейниктердің оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажетті заттардың барлығын мен осылай көрсетіп шықтым. Толық рецепті описание бөліміне қалдырып кетемін. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз, қантымыз ерігенше. Үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майымыздың құрамы 72%-дан төмен болмауы керек. Үстінен жылы сүтімізді құямыз, тағы да араластырып аламыз. Енді алдын ала дайындап қойған алма уксусы менен ас содасын қосып араластырамыз. Міне осындай реакция жүреді. Ас содамызды массамыздың үстіне қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ұнымыздың үстіне жарты шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен қарап жасай берсеңіздер болады. 2 есе көбейтіп, көптеу қылып жасап, артық қамырларыңызды морозильникке 3 айға дейін сақтап қойсаңыздар болады. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді қатыруға дайындаймыз. Осылай 4 бөлікке бөліп аламыз майда-майда, тез қатуы үшін. Барлық қамырларымызды алып, екі қолымызбен осылай формалар жасап аламыз. Дайын қамырларымызды пакетке немесе пленкаға орап, бір-біріне тимейтіндей етіп, морозильникке 2-3 сағатқа жібереміз. Міне арада уақыт өтті. Осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Противенімізді алып, пергамент төсеп, кез келген теркадан өткізе отырып, бір-бір қамырдан алып, пісіріп алатын боламыз қызып тұрған пеште. Қалған қамырларымызды морозильникке қойып қоямыз, өйткені өте тез еріп кететін болады. Міне осылай қызартып пісіріп аламыз муравейниктерімізді. Шұңғылдау ыдысымызға саламыз, араластыратын ыңғайлы етіп, үлкендерін осылай қолменен майдалап жібереміз. Өте үгітілмелі болып шығады тәттілеріміз. Енді сгущенкамызды аламыз, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды және вареный сгущенкамызды қосып, бір келка масса жасап, кішкене масса алып қаламыз сгущенкамыздан. Қалған массамыздың барлығын салып, тәттіміздің үстінен жақсылап бір келка болғанша араластырып аламыз. Міне дайын болды тәттілеріміз. Енді кез келген формаларға салып, әдемі форма беріп жасай береміз. Мен осылай стаканменен жасап шықтым. Ол үшін стакандарымызды салқын суға бір батырып аласыздар. Сол уақытта тәттілеріміз жабыспайтын болады. Және әдемілік үшін осындай капсулаларға салып шықтым. Дастархандарыңызға одан сайын әр беріп тұратын болады. Әрбір 3-4 муравейнигімізді осылай салып шыққан соң, міндетті түрде суға батырып отырамыз стаканымызды. Сол уақытта жабыспайтын болады. Барлығын осылай жасап аламыз. Енді алып қалған сгущенкалы массамызды аз-аздан жағамыз. Енді муравейниктеріміздің үстінен одан сайын әдемі болып тұратыны үшін осылай кокос ұнтағын және макты пайдаланып сеуіп шықтым. Өз фантазияларыңызға қарай әрлей берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен достар менде 20 штук муравейник шықты. Барлығын жасап алдық дәл осылай.
осымен муравейниктеріміз дайын болып шықты. Өте дәмді, шаймен ішкен өте керемет тәттілердің бірі. Үлкендерге де балаларға да ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.